Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрістің тақырыбы мектептің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару. Ғылыми әдістемелік педагогикалық психологиялық әдебиеттерде ғылыми халықаралық термин конфликт, қазақ тілінде қақтығыс, егесу, керісу, жанжал, дау-жанжал, тартыс деген мағыналарда жиі қолданылады. Бұл аталған ұғым түсініктер оқушыларға білім беру, оқыту, үйрету барысында оларды тұлға ретінде қалыптастыруда, олардың мәдени қарым-қатынасында, мінез-құлқында жиі көрініс табатыны белгілі. Ғылыми педагогикалық және психологиялық туындыларға сүйене отырып, қақтығыс конфликттің мынандай түрлерін атауға болады. Тұлғаралық қақтығыстар, отбасындағы ерлі-зайыптылар қақтығыстары, басшы бағынушылар арасындағы қақтығыстар, әлеуметтік топтар арасындағы қақтығыстар, саяси және мемлекетаралық қақтығыстар және тағы басқа болып бөлінеді. Қақтығыс, конфликт адамдар арасындағы қарым-қатынас психологиясының негізгі бір компоненті болғандықтан, сол ұнамсыз қатынастың келіп шығу себептері, факторлары, жағдайлары, оның түрлері, технологиясы мен механизмі, көріністері, дамуы немесе тежелуі, оларды болдырмау немесе шешімін табу жолдары сияқты мәселелерге жан-жақты тоқталамыз. Мамандық саламызға сай тұлғааралық қақтығыстар мәселесі тереңде жан-жақты қамтылады. Басшылар мен оған бағынушылар арасындағы өзара қарым-қатынас ғылымда да, практикада да өзекті мәселе. Бұны басқарудың стилі, басшының абыройы, сый-құрметі, ұжымда социал-психологиялық жағдай климат жасау мәселелері үлкен маңызға ие. Басшы мен бағынушы арасындағы қақтығыс себептері екі түрге бөлінеді. Ол объективті және субъектив. Объективті себептер қатынастың субординациялық характері, функционалды және тұлғалық қатынас арасындағы қарама-қайшылық әрқашанда қақтығыс тудырады. Адам жүйесінде қызметте табиғатында қақтығыссыз емес. Тікелей басшы бағынушы арасында да әрқашанда қақтығыс бар. Борыш, құқық және міндет тең болуы қажет. Басшының сезім және профессионалдық жағдайда бейімделгенінің күрделілігі және тағы басқалар. Субъективті себептер, басқарушыға тән себептер бұл. Дұрыс басқара алмау, мамандықтың төмендігі, еңбек стимулын ұйымдастыра алмау, тағы басқалар. Тұлғалық себептер, қатынас жасау мәдениеті төмендігі, өз міндетін шын ықыласпен орындамау, бастыққа жағымпаздану, жеке психологиялық ерекшеліктері және бастық пен бағынушылар келіспеушілігі, қарсы келу, эмоциялық тұрақсыздық, күйіп-пісу, өзін жоғары ұстау, кейбір мінез-құлықтарының ұнамсыздығы және тағы басқалар жатады. Қақтығыстың тұлғалық себептері олардың жеке психологиялық ерекшеліктерімен байланысты екі тұлға арасындағы. Ол себептер төмендегідей: өзгенің мінез-құлқын, қимыл-әрекетін төзімсіз деп бағалау, социал-психологиялық қабілет мүмкіндіктерінің төмен деңгейде болуы, психологиялық тұрақтылықтың жетіспеуі, басқаларды сыйлау, құрметтеу қабілетінің жетіспеуі, эмпатияның нашар дамуы, өзін өзгеден жоғары деңгейде санау, есептеу, сынақ нәтижесінде өзгелерді жоғары кемсіту, кекету, жоғары талаптар қою. Соңғы темпераменттің холерик типі қасиеттерінің болуы және тағы басқалар. Қақтығыстың келіп шығуы және дамуы төртті факторлар мен себептерге негізделеді. Олар объективтік, ұйымдастыру, басқару, тұрмыстық, психологиялық, жеке тұлғалық болып бөлінеді. Бірінші, қақтығыстың объективті себептеріне адамдардың тұрмыстық жағдайдағы өзара қимыл-әрекеттері, яғни олардың қызығу, көзқарас, пікір, ұстанымдардың қақтығысуы жатады. Объективті себептер қақтығыстық жағдай тудырады, ал субъективті себептер қақтығыс мүшелерінің жеке психологиялық ерекшеліктерімен байланысты. Яғни қақтығыс тудыратын, сол қақтығыс арқылы объектив қайшылықтарды шешуге бағытталған жеке психологиялық қасиеттерімен ерекшеленеді. Әрқандай жағдайда оны қақтығыспен және қақтығыссыз шешуге мүмкіндік болады. Екінші, қақтығысты ұйымдастыру, басқару себептеріне ұжымдар, ұйымдар мен топтар құрылуымен, дамуымен және қызметімен байланысты болған жағдайлар жатады. Төрт түрлі себептерді көрсетуге болады. Олар
құрылымдық ұйымдастыру, яғни ұйымның құрылымының сол еңбек түріне сай келмеуі. Ұйым құрылымының мақсат міндеттері талапқа сай болуы қажет. Кері жағдайда ондағы жеке тұлғалар, басшы мен топтар арасында қақтығыс күшейе түседі. Жалпы өнім төмендейді. Сондықтан да ұйымның құрылымын жасауда, жобалауда олқылыққа жол бермеу қажет. Ұйымдағы тапсырма, міндеттер анық, шеберлікпен ұйымдастырылмаса, қақтығыс, қиыншылықтар молая түседі. Функционалдық ұйымдастырушылық ұйымының сыртқы ортамен тиімді функционалдық байланыстары төмендегенде, ұйым ішіндегі бөлімдер мен жеке құрылымдар арасында байланыс бұзылғанда, жеке жұмысшылар арасындағы сыйластық, түсінушілік төмендегенде қақтығыстарға себеп болады. Жеке тұлғалық функционалдық лауазымдағы қызметке басшылардың өз мамандығына, адамдық, моральдық қасиеттерімен сай келмеу себебі. Мұндай ұжымда бастық пен қызметкер, мамандар, жұмысшылар арасында қақтығыстың болуы сөзсіз. Ситуациялық басқарушылық ұйым басшысы оған бағынушылар тарапынан қате шешім мен қаулылардың қабылдануына байланысты қақтығыстар себебі. Басшының орынсыз шешімі оған мойынсұнушылардың наразылығын тудырады.